Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз қыс мезгіліне қатырылған бұрыштан фаршытталған бұрыш атты тағам пісіреміз. Бұл тағам тез дайындалады. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Тартылған 900 грамм етке 2 үлкендеу жуаны майдалап турап қосамыз. Суға шала піскен 300 грамм күріш қосамыз. Өз талғамымыз бойынша қара бұрыш және тұз қосамыз. Сосын барлығын жақсылап қолмен араластырамыз. Қыс мезгіліне қатырылып дайындалған бұрышымызды алып шығамыз. Бұрыштарды тамақ әзірлеудің алдында 1,5 сағат бұрын шығару керек. Сонда олар жібіп, жұмсарып тұрады. Ішіне салманы салған кезде өте ыңғайлы болады. Барлық бұрыштардың ішіне салманы саламыз. Артылған салманы целлофановый пакетке салып, мұздатқышқа қатырып қоямын. Сосын келесі жолы осындай тағам дайындаған кезде оны алдын ала шығарып, ертіп, қолдана берсе болады. Бір сәбізді үккіштен өткіземіз. Орташа бір жуаны майдалап тураймыз. Картоптарды тураймыз. Isып тұрған қазанға шамалы өсімдік майын құямыз. Жуаны салып қуырамыз. Сәбізді салып қуырамыз. Томат пастасын салып қуырамыз. Шамалы тұздаймыз. Фаршталған бұрыштарды саламыз. Жан-жағына бұрыштарды шамалы көтеріңкіреп, картоптарды саламыз. Қайнаған су құямыз. Қазанның бетін жауып қайнатамыз. Сорпа қайнағаннан кейін тұзын дәмін көреміз. Жетпесе тағы да қосып, сосын бетін жауып, астын баяу отқа дейін басып, жарты сағат пісіреміз. Тамағымыз пісті. Мінеке достар, бізде өте дәмді тағам шықты. Үйлеріңізге қонақ келіп қалғанда немесе жұмыстан кеш келген кезде осындай тағамды тез әзірлесе болады. Осындай тағамды міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Сіздермен бірге болған Эрика. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар қоңыраушаны басып қойыңыздар. Келесі видео рецептерді жіберіп алмас үшін. Күндеріңіз сәтті өтсін.